Қыстың қамын жаз ойла, бірақ біздікілер тақалған кезде ойлайды. Қыс таяу, дайындық баяу. Бүгін қалалық әкімдікте жылыту маусымына қатысты жиын өтті. Қала әкімінің айтуынша Таразда 29 әлеуметтік нысанда қысқа әзірлігі ақсап тұр. Атап айтқанда Каспий банк, ауыл шаруашылық басқармасы, достық үйі, қаржы бөлімі, тағы да басқа. 29 нысан бойынша хаттар дайындап жіберіңіздер. Тағы да қысқы дайындық жұмыстарыңыз бар, соның бәрін осы аптада бітіріңіздер. Көп пәтерлі тұрғын үйлерде дайындық 99%. Айта кетейік, шаһарда 1438 тұрғын үй бар. 99%. Мәселе жаңа бізде 8 үйде болып тұр. 36 үйдің барлық тұрғындармен жұмыс жасадыңыздар, жақсы. Бірақ мынау 8 үйді осы 1 қазанға дейін бітіруіміз керек. Айта кетейік, өңірде 9 кешен, 593 автономдық қазандық жұмыс істейді. 1700-ден астам әлеуметтік нысан мен 1600-ға жуық көп қабатты тұрғын үйді жылумен қамтамасыз етеді. Биыл кейбір нысандарға 1 қазаннан бастап жылу беріледі. Ауа райы қолайсыз болса, кезеңімен беріледі. Бірінші кезекте біздің қосатымыз балабақшалардың барлығын қосамыз, независимо от формы собственности. Барлық мектептерді қосамыз, интернаттарды қосамыз и больницаларды қосамыз. Бірінші категориядағы нысандар. Жиын соңында шаһар басшысы қаннен қаперсіз жүрген басшыларға сөгіс жариялайтынын қадап айтты.